Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар мен осы видеоны қарап отырған ұстаздар, білім берушілер. Алдыңғы сабақта біз Mosaic Education'ге қалай тіркелуді қарастырған болатынбыз. Бүгін келесі видеороликте осы Mosaic Education'ның қандай артықшылықтары бар екенін қараймыз. Бізде жоғарғы бөлімде, яғни өзіңізге арналған кітаптар, дәптерлер, үй тапсырмасы барлық осы жерде тұрады. Яғни бізде Mosaic Education'ның артықшылығы, біз кез келген жерде отырып, үйде отырып, офлайн түрде де, онлайн түрде де жұмыс жасай аламыз. Яғни оқушыларға тапсырма беру арқылы олардың білімдерін қашықтықтан да отырып тексеруге мүмкіндік беретін ең керемет сайттардың, программалардың бірі болып есептеледі. Одан кейін ең басты артықшылығы бізде бұл 3D-ның болуы, яғни оқушылар 3D арқылы қарапайым өз тақырыбыма байланысты химияны айтатын болсам, 3D форматтағы молекулалардың қалай орналасуын барлығын көре алады. Одан бөлек бізде Mosaic Education'де көріп отырғандарыңызда ағылшын пәні, биология пәні, география пәні, физика, химия, технология сияқты химиядан бөлек, яғни өнер, әдебиет пәндері қарастырылған. Одан бөлек бізде құралдарда, химиядан құралдарды қарайтын болсақ, бізде түрлі ойындар көрсетілген. Тапсырмалар, топтық ойындар, 3D мәзірлер, мазмұн кестесі, видеотека, мәтінді тапсырма, сауалнама, калькулятор. Яғни сіз барлығын көріп отырғандай, осы экрандағы барлық тапсырмалар сіздің сабағыңызды қызықты өтуге және интерактивті әдістермен өтуге ықпал ететін басты бөлім осы құралдар бөлімі болып есептеледі. Яғни бізде артықшылығы бізде 3D мәзір деп айтқан болатынбыз. 3D мәзірге кіретін болсақ, бізде бір ескере кететін жайт, бізде 3D мәзір болу үшін, яғни берілген бір элементті 3D түрінде көру үшін бізде Mosaic Education'ның өзінің 3D деп аталатын тіркелген кезде шығатын өзінің бөлек программасы болады. Яғни бұны сіз өзіңіздің компьютеріңізге орнатуыңыз өте маңызды болады. Осы арқылы сіз өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдетесіз. Мысалы, біз жалпы химияға тоқталамыз. Жалпы химияға тоқталып, қарапайым бізде агрегаттың күйдің өзгеруін көрсетейік. Қазіргі уақытта бізде осы агрегаттық күйге байланысты 3D ашылуда. Яғни бізде сұйықтық, газ, қатты күйінде болатын күйлер қандай, молекулалар қандай күйде орналасатыны барлығын біз 3D күйінде жақындатып, алыстатып оқушыларға көрсете аламыз. Яғни осыған байланысты оқушылар сұйық күйде, қатты зат күйде заттардың молекулалар қалай болатыны ажырата алады. Яғни қатты затта бір-бірімен тығыз орналасады, газда шашыраңқы, ауада бір-бірімен тебілісу арқылы орналасатынын оқушылар байқап, өздерінің ойларын түйе алады. Одан кейін жеке-жеке жақындату арқылы әрбір бөлігін жоғары төмен 3D форматта қарай аламыз. Одан кейін агрегаттық күйдің өзгеру, яғни қандай жол арқылы өзгеретін бізде барлығы қазақша әрі белгілеулер арқылы, белгілі бір бағыттар арқылы қалай жүретіні барлығы бізде стрелкалар арқылы, бағыттар арқылы көрсетіліп тұр. Яғни сұйықтық қату арқылы қатты затқа айналатыны, одан сублимация болып бізде газға айналатынын байқай аламыз. Газ бізде десублимация болып қатты затқа айналады, қатты зат бізде еріп сұйықтыққа айналады. Осы арқылы оқушылардың ойында есте сақтауын жақсарта аламыз. Яғни
сұйықтықта қандай үдерістер болады, газда қандай үдерістер болады. Жылу жұтылған жағдайда тез себіледі. Осы арқылы біз оқушыларға сабақты қызықты етіп түсіндіре аламыз. Одан бөлек молекулалардың да түрлі 3D модельдерін қарай алады. Осымен біздің 3D модель туралы сабағымыз, видеоролигіміз аяқталды.